Сіздермен құрметті көрермендер. Біз 8-ші А сынып оқушысы мен Аламберқызы Каусар. Және мен Аманжол Каусар. Каусар, сен білесің бе, қазіргі таңда түрлі жұқпалы аурулар және де адамдардың ауруға шығып жатыр. Осының себебі және де осының алдын алу жолдары қандай және де себебі неде деп ойлайсың? Иә, дұрыс айтасың. Қазіргі таңда көп адамдар осы жұқпалы аурумен ауырып жатыр. Оның алдын алу себебі менің ойымша, осы биология сабағын өткенімізде осы адамның иммунитетінің төмендеуінен және де адамның ағзасында дәрумендердің әсіресе С дәрумені болмауынан деп ойлаймын. Мен енді түсіндім, адам ағзасына С дәрумені өте қажет екен. Менің білуімше, С дәрумені ол адам денсаулығына өте маңызды элементтердің немесе дәрумендердің бірі болып есептеледі. Және де С дәрумен болмаса адамның қызуы түседі және де қызуы өзгереді, адам температурасы өзгереді және де адамның көңіл күйі бұзылады. Ал оның алдын алу жолдары, яғни адам денсаулығына С дәруменінің белгілі бір мөлшерде қажет екенін біз қалай білеміз және де қандай жемістер жеу арқылы, тұтыну арқылы білеміз. Біз егер адам ағзасына С дәрумені негізінен көп мөлшерде қажет болатын болса, онда біз барбош және де итмұрын өсімдіктерін тұтыну арқылы ала аламыз. Ал егер адам ағзасына жеткілікті мөлшерде алатын болсақ, онда күнделікті бір киімді жеу арқылы ала аламыз. Мен сенің ақпаратымен келісемін. Және де біз бүгін осы зерттеу жұмысын жасаймыз. Бұл зерттеу жұмысында біз осы күнделікті қолданып жүрген сусындарымыздың жеміс-жидектердің ішінде қайсында С дәрумені бар екенін анықтайтын боламыз. Және де біз бұл зертханалық жұмысқа немесе бұл зерттеуге пико сусынын және де макси чайды және де пико сусынның тағы да бір түрін алдық. Және бізге осындай колбалар қажет болады. Бұларда біз өздерінің мөлшерімен, кішкентай мөлшерімен алдық. Және де бұл пиконың бұл түрі бұл жаңағы жидек, бұл жаңағы жүзім, ал бұл жердегі лимон түрі, ал енді бұл апельсин. Бұлардың ішінде егер йод тоқылған кезде олар түсі өзгерсе, демек оның құрамында С дәрумені жоқ деген сөз. Ал егер түсі өзгермесе, өзгерістер пайда болмаса, онда оның құрамында С дәрумені бар деген сөз. Ендеше бұл зерттеу жұмысын бастайық. Ең алдымен бізге осындай қолбаға біз апельсиннің шығымын құйып алдық. Біз оған оның құрамында С дәрумені бар немесе жоқ екенін анықтау үшін біз оған йод тамшысын құямыз. Йод тамшысынан біз одан екі капля аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бұның түсі өзгерістер пайда болды. Демек бұл апельсин шырынының құрамында осы пикода С дәрумені жоқ деген. Ал енді келесі кезекте бір жүзім және де алоэ вера дәмі бар пико сусын көреміз. Қолбаға құйып аламыз және де оған екі тамшы йодты қосамыз. Бізде осы соқа йодты қосқан кезде оның құрамы түсі аз ғана өзгерді. Біз осыдан оның құрамында С дәруменінің аз екенін біле аламыз. Өздеріңіз көргендей, бұл жерде лимон түрі бізде өзгеріске енбеді. Демек, бізде осы макси чай лимон түрінде С дәрумені бар деген білдіреді. Сіздер бұл видеодан С дәруменінің адам ағзасына пайдасын және де оны қалай сынап көру керек екенін түсінді деп ойлаймын. Және де адам денсаулығына дәрумендер әрине қажет және де онымен қоса біз салауатты өмір салтын ұстануымыз да қажет. Сіздер осы бейнероликтің арқасында С дәруменінің адам ағзасына және де оны химиялық жолмен қалай алу керектігін түсіндіңіздер деп ойлаймын.